Пряник дайындау үшін алдымен біз 2 ыдысты қолданамыз. Алдымен осы көк ыдысымызға 125 грамм ұн саламыз, 200 грамм шекер саламыз, шым тұз саламыз. Сосын қайнаған ыстық сүтімізді құямыз. Сұйық массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Ал енді екінші ыдысымызға 500 грамм ұн саламыз. Одан кейін бір кішкентай қасық разрыхлитель саламыз. Суыған сұйық массамызға бір жұмыртқа және екінші жұмыртқаның сарысын саламыз. Одан соң 50 мл сұйық май қосамыз. Бірінші ақ ыдысымыздағы ұн мен разрыхлитель ғана қосылған құрғақ массамызға екінші көк ыдыстағы сұйық массамызды құямыз. Біркелкетіп араластырып сосын қамыр илейміз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып жаямыз. Қамырымызды қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес, орташа көлемде жаямыз. Каналыма тіркеліп мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар, тағы да пайдалы тәттілер мен тағамдармен бөлісемін. Дөңгелек пішімге келтіріп бөліктерге бөліп шығамыз. «180 градуста 10-15 минутта пісіреміз. Құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқа ағы мен 100 грамм сахарный пудраны қосып миксерлейміз. Міне осындай ыдысымызды төңкергенде масса ағып кетпейтіндей болуы керек. Дайын болған пряниктерімізге ақ глазурымызды жағып, бояп шығамыз. Мінекей осындай өте дәмді пряниктеріміз дайын болады. Жасап көріңіздер. Отбасыңызды бір қуантасыз.